Сәлеметсіздер ме, мен сүйікті көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен дәл осындай өте дәмді болып шығатын әдемі әрі ерекше салат дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюға кеңес беремін. Ал ендеше салатымызды жасап бастайық. Ең алдымен сиыр малының тілімен де жақсылап жуып тазалап, 2-3 сағат көлемінде суда қайнатып пісіретін боламыз. Піскен тілді әбден суытып, сыртындағы қатты қабыршағын алып тастаймыз. Одан кейін дәл осындай жалпақтау, жұқалау бөліктерге тураймыз. Бұл салат әрі тойымды, әрі свежий салат болып саналады, майонезсіз жасалынады, әрі өте әдемі болып шығады. Туралған тілімізді осылай бір ыдысқа саламыз, одан кейін қиярды алып ортасынан бөліп, әр бөлікті 3 бұрышты етіп тураймыз, немесе сіздер өз қалауларыңызша турасаңыздар да болады. Қиярдан 2-3 дана қажет болады, дәл осы құраммен сіздерде 3 порция салат шығады. Туралған қиярды да тілдің үстінен салатын боламыз. Барлық көкөністерді бір ыдысқа салып жинаймыз. Келесі кезекте бізде қызанақтың қатты өзегін алып тастап, дәл видеода көрсетілгендей турап шығасыздар. Туралған қызанақты да тіл мен қиярдың үстінен саламыз. Негізгі құрамы тура болдық, енді дәмдеуіш ретінде кинзаны қосатын боламыз. Кинза ерекше дәм береді, сондықтан да сіздерге дәл кинзаны қолдануға кеңес беремін. Үстінен дәміне қарай тұз саламыз. Және де кориандр саламыз, одан кейін паприка қосамыз. Соевый соус құямыз, және де қызып тұрған ыстық сұйық майды құйып, салатымызды жақсылап араластырамыз. Салат жылдам дайындалады, сіздер бар болғаны тілді алдын ала пісіріп қойсаңыздар болғаны, қалғанын турап бірден араластырып жасай салуға болады. Барлықтарыңызға ас болсын, дәл осы рецептпен жасап, сіздерге де дәмін көруге кеңес беремін. Менің келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін арнама тіркелуді ұмытпаңыз.